Енді кезекте мен айтайын деген мынау кіре берісте ауылға кіргенде мен оңды солды қарап жүрмін артып келгенде аудан әкімдеріне мынау үлкен анау нелер нағып жатыр, неге тазалай салмайсың, мына ағаш неге қырқай салмайсың деп құрғап қалған ағаштар бар, құрап қалған, оларды тазалау керек деп. Қазір көрдім көптеген мынау заборлар, есіктердің бәрі әктеліп краскеленіп дұрысталып қалыпты. Оған сіздерге рахмет. Өйткені әрине аудан әкімдерін біз апта сайын қарап тазалық бойынша айтып отырмыз, көрсетіп. Мен анау неден де жіберіп отырмын, аппараттың қызметкерлерін суретке түсіріп, біз мынау аппаратта әрбір ауданның кемшіліктерін көрсетіп отырмыз. Ол не алатын несі бар, енді өзіміз істеу керекпіз, ол таза болу керек. Президентіміз Таза Қазақстан деген экологиялық акцияны бастады. Ұсыныс берді, тапсырма берді, біз соны істеп отырмыз. Егер де тазалық сақтамасақ, ертең күн бағанағыдай ешқандай келешек болмайды. Тазалық болған жерге ертең туризм де келеді, инвесторлар да келеді. Жалпы мынау ауылдың жағдайы сол жерде тұрғындардың былайша айтқанда характерін, несін, мінезін көрсетеді ғой. Мінезі қандай болса, ауылда сондай болады. Мынау ауыл қандай болса, әкім де сондай болады деп айтамыз. Қазір біз талап қойып отырмыз, әкімнен ғана сұрап отырмыз да, мен сіздермен күнде кездесе алмаймын ғой. Осындай мүмкіншілік пайдалана отырып, сіздер де атсалысыңыздар соған.